Міне Әлия деген қызым 18-ге толды. Комиссияда өткізгенмін, Астанаға келіп психбольницаға жатқызып. Екінші группа берді. Негізі мен ойлаймын қазір үкімет басындағылардікі дұрыс емес, онлайн өткізгенде дұрыс емес. Қызымды бір көрген жоқ, сыртымыздан екінші группа беріп жіберді. Біз Қызылордада туғаннан алдық, екінші группа берген онлайн о жақта да. Мен енді Астана әділ шығар деп ойладым. Психбольница түсінігі төмен деп берді. Мазасы жоқ, ауырып отыр. 90 мың пенсия төлейді. Маған опекунство дайында, сосын аларсың дегенмен маған төленеді деп опекунствоға документ өткізді. Сонымен опекунствосын бәрін алдым, бірақ төленбейді екен екінші группаға. Сол енді Астанада үйге очередке қою мақсатында жүрміз. Кеше отбасы банкке бардым. Жаңағы ұлттық қорда ақшаны алуға бола ма деп. Білмеймін, енді бұл қызыма ЭЦП ключ ашылмай тұр жеке. Мазасы болмай отырмыз. Бергаш қызым. Жақсы. Сол. Осы екеуміз 90 мыңға қарап қалдық. Дәрілерін ала алмай отырмын. 90 мың ештеңе жетпей жатыр. Киімін алдық, әйтеуір. Шүкір Алла, бірақ аман болсын. Екінші группаға қараушыларға төлену керек деп ойлаймын. Дауна қызым сөйлемейді. Түсінігі төмен деп беріп тұр психбольница. Білмеймін, енді бірінші группаға қалай өткізем. Заң орталығына барып, апелляцияға бергенмін. Ол да аяқсыз қалды, ешқандай жауап болған жоқ.